Сәлеметсіз бе, сіз менің арнамдасыз, менің атым Балжан. Осы видеоны сіздерге Бодрум қаласын таныстыру үшін түсіріп отырмын. Видеомның бірінші бөлімінде Түркия мемлекетіне қалай келгеніміз туралы және қонақ үйге обзор жасадым. Одан кейін әйгілі Памуккале аймағына барғанымыз туралы түсірген болатынмын. Ол видеоларға сілтеме описанияда. Енді Бодрум қаласының өзін аралап көрсетпек ойым бар, қызық болады, арнадан алыстамаңыз және жазылып, лайк басып кетуді де ұмытпаңыз. Бодрум қаласында негізінен қуыс-қуыс тар көшелер, әппақ грек стиліндегі үйлер орналасқан екен. Түркияның басқа қалалары сияқты Бодрумның да көшелері толған базар. Базардың бағалары мен үшін қымбат көрінді, себебі барлық баға туристер үшін доллар мен евромен жазылған. Сонымен қатар жабайы иттер толып жүр және де барлық жерде ілінген үлкен Түркияның туы, әспеттелген Ататүріктің бейнесі екен. Бодрум қаласында жүрміз. Бодрумның орталық көшелерінің бірі. Адам ығыжығы, көше өте тар. Ана жерде бауырсақ сатып жатыр. Мына жерде бір ескерткіштер. Геродот. Айтпақшы бір нәрсені айтуды ұмытып кеттім. Біздің тұрып жатқан ауданымыз Turgut Reis деген ауданда әйгілі қолбасшы түрік елінің әйгілі сұлтандарының бірі Сүлеймен Сұлтан дүниеге келген екен. Именно Turgut Reis'те дүниеге келген Сүлеймен Сұлтан. Және де Turgut Reis'те Геродот өмір сүрген екен. Сол жерде тұрған Геродот. Өте сондай тарихи, өте маңызды, Түркия үшін өте маңызды аудандардың бірі сол Turgut Reis екен. Қазір біз Бодрумның орталығында жүрміз. Бұл жерде Геродотқа арналған ескерткіштер көп екен. Мынандай нелерді көрейік па? Мынандай заттар. Аха. Мен білем осындай. Кофе қайнататын ау деймін андағы. Мен білем мынандай керек екен. Ана шамдарды қара. жақсы. Иә. Мына тұстарды қарашы, қандай күшті. Бодрумда такси жүйесі мемлекеттік мекеме болып есептеледі екен деп. Портқа келдік. Ататүріктің суреті. Міне. Түркия Республикасының негізін қалаушы. Қамалға да кеп қалдық. Бұл Бодрум қамалы. Бодрумға келген кезде Where is Castle десеңіздер, бәрі айтып береді екен. Сол, міне, қазір ішін көрсетем. Қазір жерге билет аламыз. Бодрум қамалына билет алдық. Міне 120 түрік лирасы тұрады екен.
Айғанымға ешқандай билет алған жоқ. 8 жастағы балаларға билет алмайды екен, ал Иман Жүсіпке толық адамның билетін алды. Сонда 3 ересек адам деп билет сатып алдық. Так, қамалға кірдік. Қақпасынан кірдік. Қамалдан кірдік, қақпасынан кірдік. Енді мына жерде мынандай. Міне анарлар өсіп тұр, әлі піспепті. Теңіздің жағасында орналасқаннан кейін мынандай қармақтар ау болуы енді қалыпты жағдай. Астына түсіп, мына жақтан қамалдың астына мынандай жолдар. Кемелер осындай болған ғой. Мына немене нәрсе, мен соны ұқпадым. Мына немене? Ойл лампстик. Немене, мынаның ішіне май құяды да, сосын шам жақпай, білте шам жасайды ғой. Күріш басын қазан ғой. Әкеме жүр. Мынау бидайды салып, өтесін талқан жасайсың. Аха. Так. Қазан дейді, расымен де қазан екен. Мына немене дейді? Балықшылық әлетлері. Балықшының балықшы әбзелі деген сияқты ғой. Ат әбзелі деген сияқты. Мынандай зат. Әулие Петр немесе Бодрум қамалы антикалық Галикарнас территориясында орналасқан. Бұл жерде әлемнің 7 кереметінің бірі Галикарнас мавзолейі болған. Өкінішке қарай мавзолей 1402 жылы жер сілкініс кезінде қираған. Мавзолей қирағаннан кейін Родос рыцарлары қамалдың құрылысын бастайды. Қамал Аполлон шіркеуінің орнына салынады. Крест жорықшылары мавзолей қирандысынан қалған мәрмәр колонналарды қамалға тасиды. 1406 жылы қамалға часовня салынады, бірақ қамалдың өзі 1437 жылы бірақ салынып бітеді. Кейін испан рыцарлары оны өз қалауларынша готикалық стильде жасап алады. Алайда Осман империясы дүркін шабуыл жасап отырады. 1482 жылы бұл жерде Баязид II Османның ұлы Мехмет Паша келіп жасырынады. 1522 жылы әйгілі түрік қолбасшысы Сүлеймен Сұлтан ақыры қамалды басып алады. Одан кейін 1524 жылы түріктер осы жер басып алғаннан кейін бұны мешіт қылып өзгерткен екен. Сол 1500 жылдан бастап қана мешіт болған екен. Так, енді Каслдың арғартай келесі бөлігіне кеттік. Еще бар екен ғой, анау жаққа дейін шығуға болады екен. Бізде мынандай кактус точно өспейді. Әлі мынау жағы бар. Қамалдың. Hello. Иман Жүсіп қайда? Қалып қойма, балапан.
Ана жерде кийим кийип көрүүгө болот экен. Мындан кара. Сол командаға айырады. Кандай мүсін, қандай дәлдік. Алтыннан жасалған. Гректердің ана басына киетіні бар ғой, сол ғой? Алтыннан жасалған. Аха. Мына алтын сырғалар. Кәне. Міне әшекейлері. Енді айқын ega. Okey, sanki. Ayko, imashik, mene. Красавица вот. Бодрум. Қаланы бірақ көріп отырған ғой сонда мына қамалдан, е? Иә? Тексеріп отырады ғой қаланы қарап. Бақылап отыр ғой. Шай ішіп темекі жеп отырсың ғой. Шай ішіп темекі жеп. Қайтайық деймін. Саш не жер? Мына немен жазу бар екен мына жерде. Бодрумның 4 қыбласы тең көрінеді екен мына қамалдан. Бүткіл Бодрум алақандағыдай қарап отырады, тексеріп отырады. Қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырады деген сөз. Мына көзді қалай жасадың? Міне Каслдың ең жоғарғы жағына да келдік. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Маған қатты ұнады. Түркия өзінің тарихи жерлерін өте қатты құрмет көрсететіні, қатты бағалайтыны көрініп тұр.